Манты қазанда манты емес, енді нан пісіреміз, өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Рецептін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең алдымен бізге сүт қажет болады. Мен петропавловский сүтін қолдандым. Сүтті міндетті түрде жылытып, оның үстіне қант, дрожж салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін дәміне қарай тұз және де сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге біздің қамырымыз әдемі болып көтерілгенше қалдырамыз. Көтерілген қамырды енді пергамент қағазының үстіне орналастырамыз және де қолымыздың көмегімен нанымыздың формасын шығарамыз. Қаласаңыздар оқтаумен жайсаңыздар да болады, және де арнайы нан ұрғыштың көмегімен нанның бетінен басып шығамыз. Және де манты қазанымыздың листіне салып, алдын ала қайнап тұрған қазанымызға салып 4 минутқа қақпағын жауып қалдырамыз. 4 минуттан кейін бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пешке шамамен 10-15 минутқа қызартып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады қыздар, міндетті түрде сақтап алып жасап көріңіздер. Парақшамда жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін.